Сәлем достар, мен сіздермен бүгін «Человек с глубокой реки» атты фильмге бірге шолу жасайтын боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Фильмде Брэдли есімді еркек Лондон қаласында фотограф болып қызмет жасайтын. Артынша Брэдли қызықты репортаж үшін Тайландқа жол тартып, артынша Брэдли бокс көру үшін төбелес алаңына келіп, Брэдли сол жерде бір-екі ішімдіктен тартып жібереді. Брэдли осыдан кейін сол жерде төбелес шығарып, артынша байқамай қылмыс жасап қояды. Брэдлиді ертесі күні сол жердің полициялары іздеп, оны тұтқындамақшы болады. Ал Брэдли сол сәтте пойыз арқылы джунгльге келіп жасырынбақшы болады. Брэдли осыдан кейін пойыздан түсе сала сол жердегі жүргізуші адамның қолына $1-2 ұстатып, артынша Брэдли сол адаммен орманның ішіне кіріп кетеді. Сонда Брэдли жаңағы адамға $1-2 ұстатқан себебі Брэдлиді сол адам полициялар іздеген жағдайда жасыруға тырысады. Осылайша Брэдлидің ормандағы бірінші күн әдеттегідей тыныш өтіп, Брэдли өзенге жүзіп, артынша қасында отырған адамның флика тартып отырғанын фотоға түсіріп алады. Брэдли келесі күні ұйқысынан оянған сәтте қасындағы адам қайықта жоқ болып кеткенін байқайды. Артынша Брэдли қасындағы адамның бас киімін өзендегі суда жатқанын көріп, осылайша Брэдли жаңағы бас киімді қарау үшін өзенге түсіп, сол бас киімге қарай жүзе бастайды. Брэдли осыдан кейін сол жерде ойламаған сәтте жабайы адамдардың тұзағына түсіп қалады. Артынша сол жабайы адамдар Брэдлиді сол тұзаққа ұстап, өздері тұрып жатқан ауылға алып кетеді. Сонда сол жабайы адамдар Брэдлидің ақ нәсілді адам екенін көріп, артынша ақ нәсілді адамдар жауыз болады деп есептеп Брэдлиді сол ауыл орталығына ағашқа іліп қояды. Осыдан кейін сол жабайы адамдар Брэдлиді көру үшін барлығы орталыққа жиналады. Сонда Брэдлидің бойын сол сәтте қорқыныш пен үрей билеп, Брэдли сол жерде қорыққаннан қатты айқайлап жібереді. Осыдан кейін Брэдлидің жолы болып, оған сол жердегі бір қыз ғашық болып, артынша сол қыз Брэдлиді өзіне құл қылып алады. Брэдли осыдан кейін күндіз сол жабайы адамдармен бірге қара жұмыс жасап, ал түнгі уақытта сол жабайы адамдар Брэдлидің қол-аяғын байлап қояды. Себебі Брэдли олардан қашып кетпеу үшін. Солайша ертесі күні Брэдлиге сол жердегі няня Мара есімді әйел келіп, оған ағылшынша түсінетінін айтып, артынша няня Мара Брэдлиге бұл жерден қашуға көмектесетінін айтады. Осыдан кейін сол жабайы адамдар өздерінің ауылында мереке ұйымдастырып, сол жерде әйелдер мен қыздар қауымы өзендегі суға шомылып, ал еркектер қауымы болса от жағып, сол отбасында отырады. Артынша сол жабайы адамдар Брэдлиге де сол күні бостандық беріп, оны өздерімен бірге ауылдағы мерекеге қатыстырады. Сонда Брэдли өзен жағасында шомылып жатқан әйелдердің жанында жүріп, артынша сол уақытта аспаннан тікұшақ айналып өтіп, ал Брэдли сол тікұшаққа өзін құтқар деген мақсатта белгі береді. Артынша Брэдлидің бұл қылығын жабайы адамдар көріп қойып, оны соққыға жыға кетеді. Сол сәтте Брэдлиді жаңағы Марая есімді қыз құтқарып алып, сонда Марая Брэдлиге сенің тағдырың үшін мен және менің әкем жауап береді деп айтады. Осылайша арада бір ай уақыт өтіп, Брэдли сол жабайы адамдармен бірге өмір сүріп жатады. Сол уақытта няня Мара Брэдлиге ешқандай да қашуға белгі бермей, керісінше ол Брэдлиден аулақ жүре бастайды. Сонда Брэдли бұл жағдай үшін қатты ашуланып, бұл жерден жақын арада кете алмайтындығын біліп, өзін осы ауылдың жергілікті адамы секілді сезініп жүреді. Осылайша бір күні сол ауылдағы бір жабайы адам қайтыс болып, сонда бүкіл адам сол адамды желеу үшін жиналып, олар сол жерде желеу рәсімін ұйымдастырып, артынша сол қайтыс болған адамның әйелін бір топ әйелдер қауымына қосып қояды. Сонда сол жердегі үйленбеген еркектер сол бір топ әйелдерден өзіне болашақ жар іздейтін. Сонда Брэдли де бұл желеу рәсімінің көрермені болып, бұл жағдайды алыстан бақылап тұрады. Сонда няня Мара Брэдлиге қашуға белгі береді. Артынша Брэдли де орманнан бір топ жабайы адамдардың қасынан байқатпай сытылып өтіп қашып кетеді. Артынша сол жабайы адамдар Брэдлидің қашқанын байқап қалып, жабайы адамдар осыдан кейін Брэдлидің артынан қуалап жетіп, сонда Брэдли сол жердегі басты адаммен төбелесіп, нәтижесінде Брэдли сол адамды жеңіп шығады. Артынша жаңағы жараланған адам қасындағы адамдарға Брэдлиге тиіспеуін бұйырып, өзінің жеңілгенін мойындайды. Брэдли осы төбелестен кейін қатты шаршап қалып, сол сәтте Брэдлидің үстінен тікұшақ айналып өтіп кетеді. Сонда Брэдли қатты шаршағаны соншалықты ол тікұшаққа белгі беруге жарамай сол жерден есін жоғалтады. Осылайша арада біраз уақыт өтіп, Брэдли есін жинаған сәтте оны ауыл адамдары қоршап алып, оны ауылындағы мықты адамды жеңген деп мойындап, артынша ауыл адамдары Брэдлидің мықтылығын сынау үшін оған бірнеше рет қиын рәсімдер өтеді. Ал Брэдли болса ол рәсімдерден аман-есен өтіп, Брэдли осыдан кейін сол ауылдағы беделді адамдардың қатарына ене бастайды. Және Брэдлиге осы сәттен бастап жабайы адамдармен бірге тұру үйреншікті бола бастайды. Брэдли осыдан кейін ауыл басшысының қызы Мараямен үйлену рәсіміне үміткер болып қатысып, артынша Мараяның өзі Брэдлимен үйленуге шешім қабылдайды. Брэдли мен Марая екеуі осыдан кейін екі түндерін гүлдер алқабында өткізіп, Брэдли осыдан кейін Лондонға қайтқысы келмей осы жерде өмір сүре бастайды. Артынша Брэдли мен Марая осы джунглиде бақытты ғұмыр кеше бастайды. Брэдлиді осыдан кейін Мараяның әкесі шақырып алып, оған Мараяның Брэдлиден жүкті екендігін айтады. Және Мараяның әкесі Брэдлиді толығымен өзінің ауылының адамы ретінде есептейді.
Осылайша арада 6 жыл өтіп, Брэдли сол ауылдың толыққанды адамы ретінде танылып, артынша Брэдли Лондонға қайта қайтуды жоспарламайды. Себебі Брэдли Мараямен бақытты өмір сүріп жатқан болатын. Марая осыдан кейін қасына кішкентай баланы ертіп, екеуі орманнан жеміс-жидек жинамақшы болады. Сонда оларға жабайы адамдар шабуыл жасап, артынша сол кезде Мараяның көзі көрмей қалады. Жаңағы кішкентай бала Мараяны қорғау үшін жабайы адамдармен төбелесіп, артынша ол бала жарақаттанып қалады. Брэдли осы жағдайдан кейін бір топ еркек адамдарды жинап, оқиға болған жерге барып, сол жабайы адамдардың жазасын беру үшін олармен төбелесе кетеді. Осыдан кейін Мараяның көзі көрмей қалады. Ал Брэдли болса Мараяны тез арада ауруханаға апару қажет екендігін Мараяның әкесіне айтады. Ал Мараяның әкесі Брэдлидің бұл әрекетін қолдамайды. Мараяның осыдан кейін жағдайы күрт нашарлап, Брэдли осы сәтті пайдаланып, әйелі Мараямен бірге ауылдан қашып, Мараяны жақсы бір емдейтін жерге апармақшы болады. Және сол кезде Брэдли мен Мараяға няня Мара ауылдан қашуға көмектесіп, артынша няня Мара бұл жасаған әрекеті үшін жазаланады. Солайша Брэдли мен Марая шағын қайық арқылы өзен арқылы жүзіп отырып, олардың алдын бір топ піл жауып тастайды. Артынша бұл жағдайды пайдаланып, ауыл тұрғындары ауылдан қашқан Брэдли мен Мараяны тұтқындайды. Артынша Брэдли Мараяның жағдайы күрт нашарлайтынын білген болатын. Мараяны осыдан кейін ауыл емшісі қарап, оған неше түрлі ем түрлерін жасайды. Ал Брэдли болса соқыр әйелмен бірге далаға шығып, Брэдли Мараяға айналада не болып жатқанын баяндап отырады. Осыдан кейін Мараяның жағдайы нашарлап, Марая артынша төсек тартып жатып қалады. Осы сәтті пайдаланып, Брэдлидің қарсыластары Брэдли отырған ауылды өртеп кетеді. Брэдли осыдан кейін әйелі Мараяны далаға алып шығып, артынша Брэдли Мараяны орманда босандырып, Брэдлидің алғашқы баласы қыз болып шығады. Брэдли осыдан кейін Мараяға қолдау білдіріп, Брэдли артынша ауыл тұрғындарын жинап, өздеріне қайта үй сала бастайды. Сонда аспаннан тікұшақ айналып өтіп, осы сәтте Брэдли сол тікұшақтан жасырынып қалады. Брэдли осыдан кейін сол жабайы тайпамен бірге өмір сүреді. Осымен фильм аяқталады. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.